Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін маковый торт с ягодами рецептісімен бөлісетін боламын. Тәтті, керемет болып шығады. Ең бастысы қарапайым, қолжетімді ингредиентті қолданатын боламыз. Осы тортты мерекелік дастарханға немесе туған күнге пісіруіңізге болады. Келесі видеода саңырау құлақ қосылған пирог дайындайтын боламыз. Сондықтан да видео рецепті жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңіз. Бисквит дайындауын бастаймыз. Ол үшін жұмыртқаны миксермен шайқап, қант қосып, біздің масымыз көлемінде ұлғайып ағаруы керек. Ұн салынып тұрған ыдысқа қопсытқыш қосып, араластырып, жұмыртқа массасына електен өткізіп, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырып, мак қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа қоямыз. Бисквит дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Мен теорын қолдандым. Сіздер қалаған жидекті қолдануыңызға болады. Блендер арқылы жидекті ұнтақтатып, кукурузный крахмал, қант қосып, ең аз отта қант ерігенше араластырамыз. Кондитерский мешокқа жидек массасын ситыдан өткіземіз. Содан соң крем дайындайтын боламыз. Сүзбені погружной блендер арқылы ұнтақтатып, сүт, сахарный пудра, ақ еріген шоколад қосып, бір келкі масса болғанша дейін араластырамыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын. Бисквитті формадан толығымен суытып болған соң шығарамыз. Бисквиттің шапочкасын алып тастап, тегіс болу қажет. 3 корж қылып бөліп аламыз. Корждарға пропиткада істеуге болады. Бірінші коржға 2 ас қасық крем салып тегістейміз. Кремнен бортик істеп, жидек салмамызды құямыз. Екінші коржды қойып, бірінші корж сияқты қылып қайталайтын боламыз. Үшінші коржға қалған кремді жағып, тегістеп, тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Әсемдеуге мен малина қолдандым. Сіз өздеріңіз қалауыңыз бойынша басқа да жидекті қолдануыңызға болады. Мінекей біздің қарапайым өте тәтті тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көруге кеңес беремін. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дәметкен.